Сәлем достар, сіздермен бірге мен Алтынай. Бүгін менің қонағым ТВ-Kids ұжымының жас тілшісі Жанерке Есімханқызы. Жанерке, біз сені өзіміздің көрермендерімізбен жақынырақ таныстыру үшін бүгін мен сенен сұхбат алмақшымын. Жанерке, сен үшін өмірдің мәні неде? Мен үшін өмірдің мәні отбасым, отбасымның бақыты, менің де бақытым. Өмірімді дәл онсыз елестете алмаймын деген нәрселерді аташы. Қазіргі таңда адамдардың өміріне аса қажетті зат ол телефон. Мысалы, мен телефонсыз өмірімді елестете алмаймын. Ал егер де құндылықтарға келетін болсақ, мен өз өмірімді жақындарымсыз, бауырларымсыз, ағаларымсыз елестете алмаймын. Мектеп өміріне ойыссақ, сен үшін ең қиын пән қандай? Қай пәндерде қиналасың? Мектеп өміріне келетін болсақ, менің үлгерімім жақсы, тек алгебра сабағы мен үшін ең қиын сабақ. Мен өзім шығармашылыққа жақынмын, сондықтан да маған есептер өте қиын. Ал өзіңнің болашағыңды қалай елестетесің? Алдыға қойған мақсат, армандарың бар ма? Әрине, арман мақсаттарым бар. Армансыз адам қанатсыз құспен тең. Менің болашаққа қойған мақсатым болашақта маман тәжірибелі тілші, актриса болу. Жақсы маман иесі атануына тілектеспін. Ал журналистика саласына келудегі мақсатың қандай? Болашақты қазірден бастап жоспарлау өте маңызды. Сондықтан да мен осы саланы ары қарай дамытқым келеді. Өнерге жақынсың ба? Біз білмейтін қырларың бар ма? Өнерге қатты жақын емеспін, бірақ хоббиімнің бірі ол би саласы. Билегенді өте қатты жақсы көремін. Жанерке, саған шығармашылық табыс тілеймін. Достар, осымен айдарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.